Сәлем достар, Лойза Кидің 21 күнде бақытты болу курсының 6-шы күніне қош келдіңіздер. 6-шы күн. Ішкі сыншыны босату. Бүгін сіз өзіңізді сынауды, айыптауды және өз-өзіңізді басып тастауды қалай доғару керектігін үйренесіз. Бүгін айнаға қарап, өзіңізді құттықтауды ұмытпаңыз. Сіз өзіңізді жақсы көре бастадыңыз, қабылдай бастадыңыз. Немесе тым болмаса соған ұмтылып жатырсыз. Жұмыс барысында қай жерде болсаңыз да осы өзгерісті атап өтіңіз. Көптеген адамдарда сынауға және айыптауға деген тәуелділік бар. Мұны жеңу оңай емес. Бұрын мен де өзіме аяушылықпен қарайтынмын, өзімді кінәлі сезінуді жақсы көретінмін. Алайда бұл жағдайды еш өзгертпейтінін түсіндім. Айнамен жұмыс өте маңызды. Өйткені ол сізге ішкі теріс диалог пен өзін-өзі төмендету дауыстарын нақты көруге мүмкіндік береді. Сіз ішкі сыншыңызды босатпайынша өзіңізді шынайы жақсы көре алмайсыз. Бала кезімізде сіз өмірге ғашық едіңіз. Сіз әлемді үлкен сеніммен, таңданыспен қарайтын едіңіз. Бірақ өсе келе өзгенің пікіріне тәуелді болып сынайтын болдыңыз. Маған не көмектесті? Мен ішкі сыншымды байқап, оның даусын тыңдадым. Одан кейін айна алдында былай айтуды бастадым. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді қабылдаймын. Содан соң былай деп жалғастырдым. Менің пікірім маңызды. Мен өзімді сынауға деген қажеттіліктен бас тартамын. Басқаларды сынауға да мұқтаж емеспін. Бұл аффирмациялар ішкі еркіндік пен өзін-өзі қабылдаудың бастамасы. 6-шы күн. Айнамен жұмыс. Айнамен жұмыс істеу үшін тыныш, қауіпсіз жер табыңыз. Сізге ешкім кедергі келтірмейтін орын. Айнаға қарап, көзіңізге тіке қараңыз. Егер бұл ыңғайсыздық тудырса, назар аударыңыз. Бұл ішкі қарсылықтың белгісі. Егер өзіңіздің ерніңізге немесе мұрныңызға қарап тұрғаныңызды байқасаңыз, бұл әлі де толық қабылдамағаныңызды білдіреді. Осындай сәттерде ішкі сәбимен сөйлесіңіз. Ішкі сәбиге мен сені жақсы көремін. Сен қауіпсіз жердесің. Сен қабылданасың. Мен сені мақтан тұтамын деп айтыңыз. Өйткені ол махаббат пен қабылдауды қажет етеді. 6-шы күн. Ішкі сыншыны босату жазба жаттығуы. Өзіңізді сынайтын 5 нәрсенің тізімін жасаңыз. Әр пунктке қатысты өзіңізді қашаннан бері сынай бастағаныңызды жазыңыз. Осы нәрселер үшін өзіңізді қанша уақыт сынап келесіз? Бұл сын өміріңізді жақсы жаққа өзгертті ме? Жоқ. Өйткені сын жұмыс істемейді. Ол тек өзіңізді жаман сезінуге мәжбүрлейді. Әр сын пікірге аффирмациямен жауап жазыңыз. Мысалы, мен тым толықпын. Менің денем менің үйім. Мен оны сүйемін және бағалаймын. Аффирмация тізімін өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер өзіңізді сынап жатқаныңызды байқасаңыз, тізімді ашып, бірнеше рет сол аффирмацияларды қайталаңыз. Тіпті жақсысы оларды айна алдында дауыстап айтыңыз. Мен өзімді жақсы көремін және өз қалпымды қабылдаймын. Мен өзімді жақсы көремін және өз қалпымды қабылдаймын. Осы аффирмацияларды күніне бірнеше рет қайталаңыз. Мен сізді осы жұмыс барысында күнделік жүргізуге шақырамын. Қысқаша болса да өз ойларыңыз бен сезімдеріңізді жазып отырыңыз.